Спорт жаңалықтарына ойсақ, мемлекеттен қаржыландырылатын спорт түрлерінің саны 180-нен 60-қа дейін қысқарады. Ал шетелден келген спортшыларға бюджеттен ақша берілмейді. Көпшілік көңілінен талқыланған заң жобасы мәжіліске жетті. Кеңінен талқыланған заң жобасын мәжілісте қарады. Отандық спорттағы ең өзекті мәселелер көтерілді, онда оны шешу жолдары да ұсынылды. Әсіресе заңмен бекітілуге тиіс түйткілдерге ерекше екпін жасалды. Анық-қанығын жиынға барып қайтқан әріптесім және аталмыш заң жобасы бойынша жұмыс тобының өкілі Аслан Қаженов айтып береді. Аслан, сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет әріптестер. Айтып берсеңіз. Алдағы минуттарда жалғастырам. Мемлекеттен қаржыландырылатын спорт түрлерінің саны 3 есе қысқарады, яғни 180-нен 60-қа дейін азаяды. Осыған қатысты заң жобасы мәжілісте мақұлданды. Туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосыновтың айтуынша, қаржыны барынша тиімді пайдаланып, нақты басымдық беретін бағыттар айқындалды. Жоғарыдағы тізімге ең алдымен олимпиадалық және паралимпиадалық спорт түрлері кіреді. Бұған қоса Азия ойындары бағдарламасына енген спорттық бағыттар да қамтылады. Ұлттық спорттар да назардан тыс қалмайды. Ал қалған спорт түрлері бойынша терең сараптама жасалады. 180 спорт түрлерінің ішінен басымды спорт түрлерін анықтау қазір бірінші біздің мақсатымыз. Осы заң аясында жүріп жатыр. Олардың мысалы олимпиада, паралимпиада, сурдоолимпиада, Азия ойындар, параазия ойындарына кіретін спорт түрлерін және ұлттық спорт түрлерін осы бағдарламада біз басым спорт түрлеріне бекітеміз. Ол 60-қа жуық спорт түрі болады. Және бізде қазір министрлік тарапынан мониторинг тобы құрылған. Әр өңірде бүгінгі күні саралап анализ жасалып жатыр. Және бұл 60 спорт түрі тек қана бір өңірде даму деп айтпаймыз. Әр өңірдің биографиялық орналасуына байланысты, тарихына байланысты, жаттықтырушылардың қойған жыл сайын қойған мектеп қалыптасқанына байланысты, инфраструктураға байланысты біз әр өңірге басымды спорт түрлерін бекітіп өтеміз. Дүрегетейін, спорт түрлері қысқарады деген сөз, олар толықтай жабылады, не жұмысын тоқтатады дегенді білдірмейді. Демеушілердің көмегімен не өз күштермен дамытамыз десе, ешқандай кедергі жоқ. Ең бастысы аталмыш бағыттар ел қазынасына салмақ салмауы қажет. Өйткені бүгінге дейін елімізде 184 спорт түрі тіркеліп үлгерген, және оның 70% олимпиадалық емес бағыттар. Ақшаның басым бөлігі соларға жұмсалады. Сәйкесінше біраз жүлде әкеледі, біраз атақтар таратылады, бірақ олимпиада сияқты айтулы аламанға келгенде бұның барлығы бекер екенін байқаймыз. Бұл заң жобасы отандық спорттың жылдар бойы қордаланып қалған қадау-қадау мәселелерін шешуге бағытталған. Оның ішінде бюджеттің бүйірін теспей сорып, спортқа бөлінген қаржыны спорттан басқасының бәріне жұмсағандарға тосқауыл болуы керек деп санаймыз. Себебі спортқа қыруар ақша бөлінгенімен еткен еңбекте кеткен кемшіліктің көп екенін көзіміз көріп отыр. Заң жобасының жұмыс тобына кірген депутаттар бірнеше маңызды нормаларды енгізді. Атап айтсам, министрлік бұрын бекіткен, бюджетке қол салғаны болмаса, атының өзін ағайын білмейтін спорт түрлерін қазына қаржысынан қағу үшін нақты шешім қабылданды. Заңға жоғары жетістіктер спорты деген түсінік еніп, оған кіретін спорт түрлері нақтыланды. Және сол жоғары жетістіктер спортының ішінде жоғары жетістік көрсеткендері басым спорт түрлері болып, тағы қосымша қолдау табатын болады. Ал енді неге 180 спорт түрін көпсініп отырмыз? Басқа елдермен салыстырмалы түрде мысал келтірейін. Әлемдегі ірі спорт державасы саналатын Ұлыбритания, Германия, Австралия сияқты елдерде мемлекеттен қаржыландырылатын спорт түрлерінің саны 20-ға да жетпейді. Ал Беларусь елінде оның саны 25, көрші Өзбекстанда 17 деген сияқты, осылай кете береді. Тағы да естеріңізге сала кетейік, бізде 180-нен аса спорт түрі тіркелген, нақты саны 184. Ал енді халық санына қарасақ, керісінше жоғарыда аталған мемлекеттердің азаматтары бізден бірнеше есе көп. Мәселен, Ұлыбританияда 69, Германияда 83, ал Өзбекстанда 36 миллион адам бар. Сондықтан спорт түрлеріне бөлінетін қыруар қаржыны үнемдеп, оны барынша тиімді қолдану қажет дейді мамандар. Әсіресе спорттық инфрақұрылымды реттеу, керек жарақпен қамтамасыз ету, ауыл спортын көтеруге жұмсалса деген ұсыныстар айтылды.
Қазақстанның спорт саласында логикаға сәйкес келмейтін қадамдар мен шешімдер өте көп. Сол қадамдардың біреуі осы туризм және спорт министрлігінің Қазақстанда 180 спорт түрін тіркеуі. Енді мысал үшін айтып кетейік. Пенчак силат, биатл, триатл, петанк, текбол, унифайт деген ешкім білмейтін спорт түрлерін тіркеп, оны бюджеттен қаржыландырудың қажеті қанша деген сұрақ туады. Легионерлер мәселесі де заңмен бекітілді. Елімізде шетелден дайын спортшыларды әкеліп, оларға Қазақстан азаматтығын беріп, әлемдік ареналарда жеңіл әрі жылдам жетістікке жету әдетке айналған. Өкініштісі сол, шеттен келгендер көбіне үмітті ақтамайды. Бұған қоса мемлекет тарапынан жасалатын жағдай мен материалдық көмекті алғаннан кейін азаматтығын қайтадан ауыстырып, өздерінің тарихи отанына оралады. Бұл жағдай қоғамда кеңінен талқыланды, тіпті мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев оны реттеуге қатысты арнайы тапсырма да берді. Нәтижесінде заңға бөлек норма енгізіліп, енді шетелдік спортшылар бюджеттен мүлде қаржыландырылмайтын болды. Аталмыш өзгерістерді ең алдымен Барыс хоккей клубы сезінді. Ұзақ жылдар бойы тапжылмай отырған бас директоры жуырда отставкаға кетті, оның орнына Нұрлан Оразбаев тағайындалды, ал бас бапкер қызметіне Ғалым Мәмиталиев келді. Ол командадағы бірнеше легионермен қош айтысып, жергілікті ойыншыларды көбірек шығарып жүр. Соның арқасында турнир тізіміндегі жағдайын сәлде болса жақсартты. Барыс қазір Шығыс конференциясының 11-ші сатысына көтерілді. Депутаттар бюджет қаражат есебінен қаржыландыруға тыйым салу және сырттан келген легионер спортшыларды квази мемлекеттік сектор субъектілерінің қаражаты есебінен қаржыландыруға жол бермеу жөнінде нормаларды енгізеді. Бұл жөнінде жаңа сұрақ қою барысында көптеген мысалдар келтірілді. Соңғы бір мысал, Барыс хоккей клубынан таяуда барлық легионерлер қуылды ғой. Қазір 18-19 жастағы жастар, қазақ жастар алынды. Әрине, Барыста кішкене жеңілістер бар, жиілеп кетті. Бірақ команданың тұтастай звенолары 18-19 жастағы қазақ жастарымен жасақталуда. Бұл жаңалықтың өзіндік нәтиже береді деген сенім бар. Бұған қоса заң жобасын талқылау барысында мүмкіндігі шектеулі жандарды спортқа тарту және оларға қолайлы жағдай жасау мәселелері сөз болды. Ерекше жандарға көрсетілетін ерекше көмек ретінде спортшыны алып жүретін адам түсінігі заңға енгізілді. Спортшыны алып жүретін адамның шығындарын өтеу жолы да жазылды. Сонымен қатар бұқаралық спортқа жасалатын қолдау заң жобасында көрініс тапты. Бұған қоса ұлттық спорттардың қарыштап дамуына әсер ететін бастамалар және оларды қаражатпен қамтамасыз ету қадамдары нақты көрсетілді. Жалпы алғанда бүгінге дейін жұмыс тобының 11 отырысы өтті, оның барысында 130-дан аса түзету қаралды. Аталмыш құжат мәжіліс қабырғасында кеңінен талқыланып, бірінші оқылымда бірауыздан мақұлданды. Әріптестер, менде бар ақпараттар әзірге осындай. Сөз кезегі өздеріңізде. Ақпаратыңызға рахмет. Аслан, спорт жаңалықтарымен таныстырған Аслан Қаженов болатын.